Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 100-ші сабақ екі амалмен шығарылатын есептер. Бүгінгі сабақта екі амалмен шығарылатын есептерді шығаруды жалғастыратын боламыз. Бірінші есепте дүкенге түске дейін 22 кітап, түстен кейін 14 кітап әкелінді. Шартында жазылды. Осы кітаптың 9-ы сатылды, нешеуі қалды? Екеуін қосамыз, 22-ге 14 қосамыз, 36 шығады. 36-дан сатылып кеткен 9 кітапты азайтамыз, сол кезде 27 кітап қалады. Екінші есеп. Әжем құрақ көрпе тігу үшін сары және қызыл түсті қиықтарды пайдаланды. Ол екі қатар әрқайсысына 9 қызыл қиық және 18 сары қиықтарды қолданды. Құрақ көрпе тігу үшін әжем барлығы неше қиық пайдаланды? Екі қатардан қызыл бізде 9 қиық болғанда, 12-ні 9-ға көбейтсек 18. Барлығы 18 қызыл қиық екен. Оған қосамыз сары 18 қиықты. Сонда мәні 36 шығады. Демек әжем барлығы 36 қиық пайдаланды. Үшінші есеп. Қалада 2 мұражай және одан 2 есе артық кітапхана бар. Мұражай 2 есе артық, 8 есе артық кітапхана бар. Мұражайларға қарағанда кітапханалардың нешеуі артық? Бірінші мұражайдың санын тауып аламыз. 2-ні 8-ге көбейтсем 16 шығады. Нешеге артық деп тұрғандықтан 16-дан 2-ні азайтамыз, мәні 14 болады. Жауабында кітапхананың мұражайға қарағанда 14-ті артық екен. Төртінші есеп. Анам ірімшік қосылған 18 тоқаш, ірімшіктен 18 тоқаш және сүзбемен 14 тоқаш дайындады. Сол дайындаған тоқаштарды балаларға 4 балаға тең бөліп берді. Әр балаға неше тоқаштан тигендігін табуымыз керек. Ол үшін 18-ге 14 қосамыз, 38 шығады. 32-ні 4-ке бөлеміз, 8 шықты. Анам әр бала деген 4 бала, 4 балаға 8 тоқаштан таратып берген екен. Бесінші есеп. Айнұрда 20 теңге, Алуада 10 теңге бар. Ал Қуанышта осы Айнұр мен Алуаның ақшасын қосқаннан 3 есе артық ақша бар екен. Қуанышта қанша ақша барын табуымыз керек. Ол үшін Айнұр мен Алуаның ақшасын қанша екенін біліп алуымыз керек. Екеуін қосамыз да, оны 3-ке көбейтеміз. Сонда 90 шығады. Жауабы Қуанышта 90 теңге бар. Ал бізде мына жерде мына түрде өрнек құрған екен. Бұл өрнек бізде дұрыс емес. Айман есепті дұрыс құрастырды ма дейді. Дұрыс құрастырылған жоқ. Не дұрыс құрастырылған түрі осы. Алтыншы есеп теңдеуді шешіп, табуымыз керек және тексеруіміз керек. А азайтылған 100-ден 76-ны азайтам 24, ол тең 72 дейміз. Енді қарапайым теңдеу шықты. Аны табу үшін 72-ге 24 қосам, аның мәні 96 болды. 96-ны аның орнына қойып тексереміз. 96-ды азайтып 100-ден 76 азайтсам 24 болады. 96-дан 24 азайтсақ 72 шығады. Келесі 14 қосылған В, 62-ден 18 азайтсақ 44 шығады. В тең 44-ден 14 азайтсақ В тең 30 болады. Орнына қойып есептейміз. 14 қосылған 30, 62 азайтылған 18, екеуінің де мәні 44 болады. Жетінші есеп. Карандаш пен бетперде 50 теңге тұрады екен. Бірге 50 теңге тұрады, бірақ бетперде 5 теңге. Карандаш бетпердеге қарағанда неше есе қымбат?
есе қымбат десе, біз бөлу амалын қолданамыз. Бірінші карандаштың қанша теңге тұратынын тауып алайық. Бет белгіні 50 теңгеден азайтамыз. 50-ден 5 азайтсақ 45 шығады. Карандаш 45 теңге тұрады екен. 45-ті 5-ке бөлеміз. Сонда карандаш бет белгіге қарағанда 9 есе қымбат екендігін таптық. 8-ші есеп. 4 көбейтілген А қосылған 35. Аның орнына 5 қойып есептейміз. Бұл бізде Абай Құнанбаевтың қай өлеңді жазғандығын табамыз. 4 5-ке көбейтеміз 20, оған 35 қосам 55 шығады. 55 деген бізде қыз деген өлең екен. Абай Құнанбаев қыз деген өлеңді жазған екен. Екінші, 76 азайтылған 18, оны бөлемін X-ке. X-тің мәні 2-ке тең. Амалдарды орындасақ, мәні 67-ке тең болады. 67 деген бізге кел балалар оқу. Абырайлық мисалын айтамыз, кел балалар оқулық өлеңін жазған. 45 қосылған С көбейтілген 3. С-ның мәні 4-ке тең. Орнына қойып есептен 57 шығады. 57 деген әйгілі менің атым Қожа әңгімесі екен. Сонда Бердібек Соқпаев менің атым Қожаны жазған екен. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.